Құрметті әріптестер, шебер сыныпқа қош келдіңіздер. Шебер сыныбымыздың тақырыбы қашықтан оқытуда класстайм платформасын қолдану тиімділігі. Шебер сыныпты өткізуші Ескелді ауданы Қаратал орта мектебінің мұғалімі Сейфулдинова Гүлбану Сенбіқызы. Шебер сыныбымыздың мақсаты қашықтықтан оқыту үдерісінде оқушылардың оқу мақсатына сай тапсырмаларын ұйымдастырумен қатар, класстайм платформасында қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын тиімді ұйымдастыру жолдарын қарастыру. Күтілетін нәтиже, мұғалімдер класстайм платформасында қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын тиімді ұйымдастыру жолдарын түсінеді. Елімізде төтенше жағдайға байланысты 4-ші тоқсанымыз қашықтан оқытумен басталды. Қашықтан оқыту дегеніміз сырттай білім алу, өз-өзін оқыту, жұмыс сапасын жақсарту және мамандарды қайта даярлау ашық түрде оқыту жүйесі. Қашықтан оқыту үдерісі теледидардағы балапан арнасының ТВ сабақтарымен басталды. Бірақ ол сабақтардан кейін тақырыпты кеңейте түсу, тақырыпты барынша нақтылау және де балалармен қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру, кері байланыс алу әрбір мұғалімнің міндеті болды. Осы орайда білімленд, дарын онлайн, зум, күнделік кезет, тағы да басқа көптеген желілер іске қосылып жүзеге асырылды. Енді соның ішінде мен бір күні педагогикалық шеберлік орталығының тренері Сатаев Медет Аманжолұлының бір вебинарына қатысқаннан кейін класстайм платформасын өз тәжірибеме қолдана бастадым. Енді осы платформаның ерекшелігі мен тиімділігі жағына тоқталып кететін болсақ, бұл платформаға кіру үшін осы classtime.com деген мекенжаймен кіріп, ол жерге мұғалім ретінде тіркелеміз. Яғни ол тіркелу үшін, Google аккаунтты немесе Facebook аккаунттарын тағы да басқа аккаунттар арқылы кіруге болады. Ары қарай мұғалім өз сабағына қатысты қажетті күндегі материалдарды енгізе отырып, және де бір жақсы тиімділігі сол әрбір тапсырмаға қажетті суреттерді болсын, әрбір тапсырмаға қажетті бейне жазбаларды жүктей отырып, балаларға барынша тиімді қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыра алады. Енді мен осы орайда 90-нан кейінгі алынған БЖБ, ТЖБ жұмыстарымды көрсеткім келеді. Мысалға, БЖБ 4-ші тоқсан, бөлім бойынша жиынтық бағалау 4-ші тоқсан деген папкамды ашатын болсам, әрбір пән бойынша 1-ші, 2-ші нұсқаның жұмыстары көрсетіліп тұр. Мысалға, дүниетанудың 1-ші нұсқасын ашатын болсақ, осындай 3 тапсырманы көруге болады. Бұл 4-ші сыныпқа арналған тапсырма, яғни бұл тапсырмалардың өзі де түрленген, яғни бұл жерде сұрақ-жауап, немесе тест түріндегі бір ғана жауап береді, немесе бірнеше жауап бар сұрақтар беруге болады, және де сәйкестендіру, белгілеу, табу деген сияқты, жалған не ақиқат деген сияқты әртүрлі тапсырмаларды қызықтыра отырып беруге болады. Бұл тапсырманы орындаған балалардың міндетті түрде қызығушылығы артады, оқуға деген белсенділігі артады, балалар осы тапсырманы орындауға өте құлшынып отырады. Енді балаларға қалай береміз бұл тапсырмаларды? Ол үшін тек қана осы тапсырманың сілтемесін ғана берсек болды. Балалар сілтемемен кіреді, ешқандай да оларға сол платформаға тіркелудің қажеті жоқ, яғни ешқандай қиындық туғызбайды. Сілтемені басып кіреді де, аты жөндерін жазып, ары қарай тапсырманы орындай береді. Балаларға тапсырма мынандай болып ашылады мына парақта. Яғни әр тапсырмаға қажетті суреті немесе бейне жазбасы тұрады. Тапсырманы орындай отырып, жауаптарын белгілей отырып, немесе өз жауаптарын қоса отырып, тапсырманы қызыға балалар орындап шығады. Ал енді балалардың орындаған тапсырмасын мұғалім де өз тарапынан көріп отыра алады. Яғни қанша баланың қатысқаны осы тапсырмаға, осы сабаққа, және олардың қайсы қалай жауап бергендігі жасыл қызыл түстермен көрсетіліп тұр. Бұл жердегі дұрыс жауаптар жасыл түспен, дұрыс емес жауаптар қызыл түспен көрсетіліп тұрады. Ары қарай енді бұл жұмыстың талдау жұмыстарын экспорт бөлімінен Excel түрінде немесе PDF түрінде жүктеп алуға болады.
Мисалга PDF кужатындагы жүктөлгөн мына кужатта яғни канча окуушу катышты, дурус жооп берди және канча окуушунун кате жооп бергендиги пайыз түрүндө көрсөтүлүп тур. Бул жалпы көрсөтүлгөн көрсөткүч болсо, энди ар бир тапсырма боюнча да дурус және кате жооптардын пайызын көрүп чыгууга болот экен. Ал энди Excel кужатында ар бир баланын тизими, унун жалпы алган пайызы, ар сурактары боюнча да балдарын немесе дұрыс жауаптарын, қате жауаптарын көруге болады. Егер біздің тапсырмамызда сұрақ, жауап жағы тапсырмасы болған болса, яғни ол жердегі жауапты балалар әрқайсы өз ойынан жазу керек болса, ол жауаптарда, ол сөздерде осы Excel құжатында көрсетіліп жазылып тұрады екен. Және ең бір маған ұнағаны осы платформаның тапсырманы орындап болғаннан кейін, яғни сабаққа қатысып болғаннан кейін бала сол сабаққа өзінің сезімін, яғни өзінің қаншалықты осы сабақты ұнатқанын, немесе қаншалықты осы жерден қанша жаңа ақпарат алғандығын төменде мына көріп тұрғандарыңыздай белгілеп кетеді. Оны мұғалім жалпы пайызын анықтап алады екен. Міне бұл кері байланыс алудың өте бір тиімді жолы десек те болады. Енді осындай талдау жұмыстарынан кейін, осы талдау жұмысын мұғалім алғаннан кейін, осы талдау жұмысын, яғни осы пайыздарды әлде де жақсарту үшін, яғни сапаны, білім сапаны арттыру үшін әрбір балаға жеке-жеке қай тапсырмадан қай жерінен қате кетіп жатыр, сол жөнінде кері байланыс беріп, тапсырманы түзетуге әрекет жасай алады. Сонымен класстайм платформасының мүмкіндіктері: синхронды және асинхронды байланыс арқылы тапсырмаларды ұйымдастыру, тапсырмаларды құру тез әрі жылдам, 9 түрлі ашық және жабық тапсырмаларын қосуға болады. Тапсырмаларды оқушылардың барлық жас ерекшеліктеріне сай құру мүмкіндігі бар. Әр сұраққа немесе тапсырмаға фото немесе видео қосуға болады. Әр тапсырмаға балл санын қосуға болады. Ашық тапсырманың жауаптарын мұғалім жеке-жеке тексеру мүмкіндігі бар екен. Міне олай болса мен өз тәжірибемде осы класстайм платформасын барынша тиімді қолданып келе жатырмын. Маған бұл өте ыңғайлы және тиімді, және оқушыларым да осы платформада жұмыс жасағанда өздеріне осы жұмыстың барынша ұнағандығын, қызығушылықпен орындағандығын, тағы да осылай орындасақ екен деген тілектерін білдіріп жатады. Олай болса менің осы шебер сыныма қатысқандарыңызға рахмет. Енді құрметті әріптестер, осы сілтеме бойынша өтіп, осы шебер сыныбымызға кері байланыс беріп кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Осымен аяқталды.